Күллі әлемде азық-түліктің және ауыл шаруашылығы секторларының үлесі 7-8 триллион долларға жуықты құрайды. Әлемде халық санының және өмір сүру деңгейінің артуымен бірге өнеркәсіп артқан сұранысты қанағаттандыру үшін өсуі тиіс. Қазақстан Еуразияның кіндігінде стратегиялық орналасқан және оның аграрлық өнеркәсіптегі сәтті қызмет ол 500 миллионнан астам тұтынушылары бар нарыққа қолжетімділігі бола отырып тиімді жағдайда екенін білдіреді. Қазақстанның бәсекелестік артықшылығы өсімдік шаруашылығы мен ауыл шаруашылығы өндірісі үшін бірегей климаты. Бұл жасанды суарусыз бидай мен асықты өсіру үшін барлық жағдай жасалған әлемдегі аз елдердің бірі. Таза ауа және балғын сумен біздің кең аумақ бағасы ғана емес, сонымен бірге сапасы бойынша да кез келген жетекші ұлтпен бәсекелесе алатын жоғары өнім мен ет өнеркәсібін жүргізе алатынымызға кепіл. Бірінші орын өсімдік шаруашылығында химикаттарды пайдаланудың ең төменгі деңгейі. Сондықтан да 5 жылдан астам уақыт өңірдегі ірі азық-түлік жеткізушісі болып табылады. Ауыл шаруашылығы өнімдері және көршілес азық-түлік өнімдерінің ірі импортшылары тарапынан тұрақты артқан сұраныспен қатар саланы теңдессіз мемлекеттік қолдау арқылы Қазақстан тағам өнімдерінің жетекші әлемдік өндірушісі болуға ниетті. Қазақстанда инвесторлар жаңа жібек жолының дамуынан да пайда алады. Балғын өнімдер оңтүстік шығыс Азия және Қытайдың негізгі нарықтарына санаулы күндерге жеткізілетін болады. Қазақ инвесте аграрлық өнеркәсіпті сапалы жаһандық инвестицияларды тарту үшін басым секторлардың бірі ет қылдық. Біздің және қызметтер пакеті барлық өмірлік цикл аралығында олардың инвестициялық жолында жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Күллі әлемнің инвесторлары жағында жобаны толықтай іске асырғанға дейін инвестициялық идеялардың бастапқы тұжырымдамасын қолдаймыз. Қазақстан Инвестке сіздің инвестициялық сапарыңызға қосылуға мүмкіндік беріңіз.